да түсірсін. Саған қашанғы айтсам, жолға шықпа деді. Жол дейтін қателік кешірмейді. Қара адам болады, түсіндің бе? Қара адам ешкімді оямайды, алып кетеді деп. Қара адам? Қара адам. Қара көлікпен. Саған алдында айттым ғой, бір баланы алып кеткен сөйтіп. Жолға шығу жолма, мына жол дейтін өте қауіпті. Балалар шығуға болмайды жолға. Тек үлкендердің қарауымен жүресің. Түсіндің бе? Солай. Есіңді сақта соны. Маған керек осы балдар екен ғой. Қара адам деген осы ма? Болды. Ай бала, бұл менің Қаржанбастағы сұлу жағым Ерехан ғой. Ерехан, қалайсың? Алейкум ассалам, қайдан жүрсің? Баланы қорқытты ғой сені. Қала амансыздар ма? Не хабар, не жаңалық бар? Көрмегелі көп болды ғой. Шүкір жайлап аманшылық, сол жеке кәсіптің шаруасы деп. Сен кетіп қалған жалсың ғой. Не хабар, үй жақтар аман ба? Шүкір аман, сол жайлап. Екеуміз баяғы ыстында суықты да бір көрдік қой. Әрине, ол кездер бөлек қосты. Саған орнап кәуап аш жүрейін. Болады, онда әрине болады. Кәуап қуырып, жайлап қармыз деп. Ал Ерехан, қош келдің. Ол Самарқаннан келген қарымыз. Сізді іші аппақ күткен екен. Сау бол. Мына ат терлетіп келіп атсың, құдай қонақ болып. Не дейміз? Нағып жүрсің, қайда келатсың? Сені мына тонау Ақкетіктен келдік. Ана ойында қашан өтесің маған? Не дейсің? Қараңғылықтың түп төркіні осы жаман ойыннан шығады. Қараңғы қарадан болу оңай. Ғылым ізденіп, техника ізденіп, еңбек етіп, ақ адам болыңдар. Сондықтан бұндай ойынға әуес болмаңдар. Сендер шешіп болсаңдар, ар жаққа бара қойыңдар. Ал мына енді көлік салатын қораң құтты болсын. Енді сен қора деп бұны мал қорады ойлап қалып жүрмейді. Сіздің ауыл Ақкетікке барып құдалыққа. Сол кезде құдалар дейтін, ой, құдалар жүр, қораға кіріңдер дейді. Біздер мал қорама деп аңтаң тұрсақ, сөйтсек ана ауылан айтып тұр екен ғой. Кетіріп алуға тілектеспін. Әрқашанда қазағымыз еңбек етіп көркейе берсін. Сабыр, бұл қайткенің сенің? Әпік досың екеумізге бір шаруа бар. Осы саған керек. Тұра тұр. Күн жанып тұр екен. Мынау не істеп тұр? Су жүрек, не өзіңмен өзің тыпырлап атсың? Сенде... Ертең кешен қарызыңды қайтармасаң, біттім дей бер. Болды, жарайды. Болды. Асеке, шығыңыз. Асеке, қалай, денсаулығыңыз бәрі жақсы ма? Қайдан жақсы болады? Ақшамды қайтармайсың ба мен? Қайтарам бұйырсыз, кішкене болмайды жағдай енді, осы. Бәрі жетпей жүр ме? Мынау не костюм киіп алған үстінде? Выпускнойдан қалған осы енді. Асеке, бүгінгі күнгі жұмысының ақшасын кешіресіз ғой, қарыз бұл. Сен не жеп пысық боласың осы? Ойынға ақша сұрағанда басқаша сөйлейсің. Сен менің ақшамды қайтарам дегенше бүкіл ғұмырыңда жетпейді ғой. Асеке, менің ғұмырым енді оны қалай болады екен? Өмір бақи сізге пақат етпеймін ғой қайткенде де. Мен сізге бір кішігірім қара тұлпарым бар өзімнің. Соны алсаңыз қарыз өтеле ме екен? Басқа жоқ. Мынау ма кілті? Иә. Қайсысы мынау ма? Осы машинам, барым осы. Мынауың арзан ғой. Арзан ба? Мынауың менде болады. Қарыз осы толықтай өтелген болып есептелсін бәрі. Жоқ, әлі де сен маған қызмет етесің. Рахмет, Асеке. Сен болмасаң. Мынау толықтай есептеле ме? Бұл сен қарызың жартысының жартысы.
Болды. Тұр. Сен осымен құтылдым деп ойлама. Әлі де жұмыстар бар. Ертең ана қораны тазалау керек. Мына көлікте тұрып қалды. Осымен тазалайсың ертең. Әлі жұмыс бар дейсіз бе сонда? Жұмыстың көкесі алда. Мына трактор көптен бері жылап тұр. Ана қораны тазалау керек шаруашылықтағы. Соған ертең кел. Айтқаныңызды бұлжытпай орындайын Басеке. Көп болады бұйырса. Ертең кешікпе онда. Жарайды. Қош бол, қара тұлпарым. Кешір мені. Ассалаумағалейкум ерғали, ақша өш. Қарза ақша келеді. Шалбарым шешесі құрсын жұтып бар. Маман жайшылық бар. Есіңді жейсен. Шай ішіп алайықшы. Айта бер. Басқа не бар? Бір апта болды тамақ ішпегелі. Не бар? Саған оған мылтық беріп жайшылық па әйтеуір? Болмай жүр енді, үлкен бір мәселе бар. Не мәселе? Берген мылтық өзіңе өлген артық деп бір мағынада беріп жүрді ғой жерге. Осылай жүргеннен гөрі. О да қатырады. Мынау соңғы көмектесу несі болсын ал? Ай, сау. Рахмет, Ерғали. Жақсылығыңды ұмытпайын. Рахмет, Ерғали. Жақсылығыңды ұмытпайын. Бізді жерге қаратпа енді. Ендігі осы менің соңғы ойыным болсын. Апыштайым, бүгін точно отасың. Көп ақша атуына тілектеспін. Ана тақырбастың көкесін танышы. Әбөк, сенің қарыздарың көп еді ғой. Қара тұлпарыңды да саттың ба? Ойынды ойнап ешкім баймаған, тағы да ұтылдың. Өмір жеңіспен жеңілістен тұрады. Күрсінбе. Келесі жолы жолым болар. Тап ойнамауым керек еді. Бәрі жіберіп қойдым. Күнен тағы ақша алсам болайын екен. Тағы 300 мың керек. Үйім сатайын бекен. Мәшін де кетті. Құмарлық ақылды тұмшалап, еңбекті ұмыттырады. Бақ ойынға емес, еңбекке қонады. Жеңіл жүрісті қараңғы адамның тағдыры осы міне балам. Түсіндім әке. Құрметті жастар, жалғанның жылтырығына жалтақтамайық. Атымызды артымыздағы ұрпағымызға алтын әріппен қалдырайық.